Құрметті өнерсүйер қауым. Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының дәстүрлі әншілер бөлімі биылғы 75-ші маусымдық ашылу концертін онлайн режимінде ұсынғалы отыр. Олай болса, концертіміздің өнерпаздарын, дәстүрлі әншілерді сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Бақыт Үдербаева. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Гүлдана Ноғайбаева. Республикалық конкурстардың лауреаты Таңат Мұқашев. Және республикалық конкурстардың лауреаты Қайрат Қамидолдин. Филармониямыздың дәстүрлі әншісі республикалық конкурстардың лауреаты Жасұлан Тажиев. Республикалық конкурстардың лауреаты Нұриден Иманбаев. Және республикалық конкурстардың лауреаты Бақытжан Түктібаев. Филармониямыздың сырнайшысы, гармоншысы, дәстүрлі әншіміз Әліби Қаниев. Республикалық конкурстардың лауреаты мәдениет саласының үздігі Бақытгүл Исаева. Және республикалық конкурстардың лауреаты Айнұр Әбілқасымова. Бүгінгі кешімізді ұжымымыздың үлкені ардагері, бірінші республикалық Әміре Қашаубаев атындағы конкурстың алғашқы лауреаттарының бірі Бақыт Үдербаева апамыздың орындауында халық әні 25-ті қабыл алыңыздар. Жастық шағы өттің зулап ескен жерде алыстан бұлдырайсың асқар белде құлазып көгеді шіркін толғанадың қоныстан қопарылар дүние көшкен көшкен
саған ата бабам солардың езай жатыр шіркін-ай тозаң өшкен жастық шақ қайта айналып шіркін-ай келмес саған Ортамыздағы ардагер әншіміз Бақыт апамыз кеше ғана 70 жас мерейтойын жасады. Біздің бүгінгі қазақ өнерінде өзіндік іздерін салып келе жатқан кешегі қаншама майталман әнші болып, халықтың аузында алған, тарихта қалған үлкендеріміздің қасында жүрген осындай аналарымыз, үлкендеріміз қасымызда мәңгі табыла берсін дейміз. Ал енді біз кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Әншілерге отыруға рұқсат. Бүгінгі біздің кешіміз әміре және ән әлемі. Арқа әншілік дәстүрінің кәсіби түрде дамуы ол кешегі Біржан Салдың заманынан басталады. Яғни Біржан Сал осы қазақтың дәстүрлі кәсіби ән өнерінің көш бастаушысы. Қазақ әнін әуендік, ырғақтық, интонациялық тұрғыдан мейлінше байытқан Біржан Сал. Олай болатын болса, біздің Ақан сері, Мәди, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақ деп тарихта қалған сал серілеріміздің барлығының алдында ұстазы ретінде Біржан Сал тұр. Бүгінгі біздің кешімізде Біржан Салдың негіз алған, Біржан Сал үлкен материал қылып пайдаланған халық әндері болатын болса, Біржан Салдың да өзінің әндерінің көбінде осы халық әндерінен бастау алғанын барлық жерде айтып, насихаттап, түсіндіріп жүрсе керек. Сондықтан да осы халық әндерінің бастауы есте жоқ ескі замандан басталатұғын болса, содан негіз алған, соны тұғыр еткен Біржан Сал бабамыздың өнері біз үшін қазіргі рухани азық болып отыр. Олай болатұғын болса, біз әнімізді ары қарай жалғастырсақ, Біржан Салдың әні Жалғыз Арша орындайтын мәдениет саласының үздігі Гүлдана Ноғайбаева. Қар қаралы басында жалғыз арша жүйрік сол қалқым мұсылман жай кішкентайдан бір көскен сәулемедің ғым ғұмырың аз ба көп пе шіркін-ай әлі де қаншай өттің жалыған кештім сайран уа шіркін бозбал үй жастықтың әсерімен қоусалыдымы сай
жағалай бітеді көкше қыран ән салмағын қайдеді ләйлім шырақ қозыбайдың үйінде мәжіліс боп сондағы бір жан салған күйға дариғай шіркін ай жәйме шуақ өттің жалыған кештім сайран уашырдың бозбалы жастықтың әсерімен оқу салды ма сайранмай. Рахмет. Бұл жалғыздарша әні 1925 жылы Парижде өткен бүкіл әлемдік үлкен көрмеде Әміре Қашаубаевтың орындауында шырқалған ән. Әміре Қашаубаев атындағы біздің мемлекеттік филармония болғандықтан біз енді осы кешімізде Әміре Қашаубаевтың репертуарынан бізге жеткен, жарқын шәкәрім дауысын тауып, сол бізге дауысы жеткен жеті ән бар, жеті әннің енді барлығын түгел сіздерге бүгін ұсынамыз деп айта алмаймыз. Дегенменен осындай Әміре Қашаубаев айтқан бірнеше әнді көрермендер сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Жалғыз аршада осы Біржан Салдың әні Әміренің репертуарынан берік орын алған әндердің бірі. Енді Біржан Сал бабамыз өз уақытында, өз заманында біздің халық әні, халық композиторының алды көшбасшысы деп айттық. Абай менен Біржанның кездесуін өздеріңіз білесіздер. Сол Біржан менен Абай кездесіп бір айдай Абайдың қасында жүріп, сонымен бірге Абайдың айналасындағы ақын, әнші, күйші шәкірттерінің барлығы да Біржанның қасынан табылып, сонымен қоштасар сәтте Біржан менен Абай қоштасқан екен. Сонда Абай айтты дейді: Біржан аға, бұл қазақта енді сіз сияқты әнші туар ма екен деп. Сонда Біржан: Абайжан, мен сияқты әншіні қазақ тудырар-ау, бірақ сен сияқты тыңдарман тудырар ма екен деген екен. Абайдың әнге деген өзіндік сыны бар, өзіндік өлшемі бар. Көбінесе ән басы келеді ашшы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңгүр күңгір, сол жеріне миыңмен араласшы дейді. Бұл әнге берілген үлкен сын, үлкен баға. Осы дүниенің барлығында Біржанның ән орындауында, Біржанның шығарған әндерінде толыққанды Абайдың көңілінен шығып отырған әндер болғандықта Біржанға деген Абайдың бағасы өте жоғары болған. Ал енді Абайдың әндерін Әміре айтқан ба деген тақырыпқа келу керек біз. Абайдың әндерін Әміре айтқан. Және ол әнді оны кімнен үйренуі мүмкін дегенде Әміре жастай осы Семейде жүріп, ат айдаушы болып, осы Семейде атағы шыққан, сонда Қоянды жәрмеңкесінде де болған. Дегенмен осы жерде жүрген кезде Абайдың алдында ән айтып, Абайдың сынына толған әншілердің бірі, Абайдың әншісі атанған Әлмағамбеттің алдын көрген. Әлмағамбеттің алдында ән салған, Әлмағамбеттен Абайдың әндерін үйренген. Ал енді Абайдың әндерін бізге жеткізуші бірден бір осы Әлмағамбет Әбсәлямов. Енді біз Біржан Салды айтқаннан кейін қазақ ән өнерінде өзіндік үлгі, өзіндік орындаудың бір бөлек жолын, бір соқпағын дара салған Абай бабамыз деп білеміз. Өйткені Абайдың әндері бұрынғы соңғы Біржан Салдың айналасында Ахан, Біржан, Жаяу Мұса, Мәди, Үкілібұрай, Естай болсын басқаларының әндерінен, әндерін шығарған әндерінің үлгісі бөлек.
Біз енді Абай бабамыздың бір әнін тыңдасақ, өйткені биыл өздеріңіз білесіздер, Абайдың 175 жылдық мерейтойы. Біз қазір барлықтарыңыз білетұғын, мынау сегіз аяқ басқа да әндеріне тоқталмай, ел естімеген, көп әлі жарыққа шықпаған, көп жарияланбаған, көп жерде орындалмаған көзімнің қарасының екінші түрін ұсынайық деп отырмыз. Оны орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Таңат Мұқашев. Көзімнің қараса, көңілімнің санаса, бетпейдау іштегі ғашықтың жараса. Бетпейдау іштегі ғашықтың жараса. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенідей қалқама сөз дайын. Айтуға келгенідей қалқама söz dayan. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар деме адамның баласы. Бар деме сендей бір адамның баласы. Қазаққа Пушкин мен Лермонтовтарды, кешегі неміс ақыны Гетелерді таныстырған Абай бабамыз. Сол кісінің аудармалары менен шетелдің ақындарын бізді қазақ таныс болды. Енді осы барлығымыз білетін Абайдың Тәтіштің хаты дегені бар, Татьянаның қырдағы хаты деген бар, қырдағы әні деген бар. Онегин менен Татьянаның кездесуі жөніндегі поэманы осы Абай бабамыз аударған, соны ән қып халыққа кең таратып жіберген. Абайдан кейін осы Абайдың ақын шәкірті ретінде Алаштан ән оздырған, Аспандағы аққуға әнін қосқан Әсет бабамыз, Әсет Найманбаев, Татьянаның мен Онегиннің арасындағы осы махаббатты жырлаған, осы Татьянаның хатын аударған бірден бір екінші ақындарымыздың бірі. Біз Әсетті көбінесе өнерпаз қауым Әсет пенен Кемпірбайдың әні арқылы танимыз. Ол әнді өз заманында Манарбек Ержан орындаған, кейіннен Жәнібек Кәрменов биікке көтерді ол әнді. Сосын қазіргі уақытта Бекболат Тілеухановтың орындауында
бүткіл халықтың бір сүйікті әндерінің біріне айналды. Әсеттің әндерін бізге толыққанды жеткізген ол Дәнеш Рақышев. Дәнеш Рақышев арғы беттен бізге келген кезде Мұхтар Әуезовтің ең сүйікті әншілерінің бірі болып жүрген Жүсіпбек Елебеков болатұғын болса, осы Әсеттің әндерін бізге жеткізген Дәнеш Рақышев Мұхтар Әуезовтің екінші сүйікті әншілерінің бірі болған. Мұхтар Әуезов өткізген жиын кештерде Жүсіпбек Елебековте жәнегі Дәнеш Рақышевта осы кештерден қалдырылмаған. Сондықтан да бізге осы әндерді жеткізген Дәнеш Рақышевқа қазіргі біздің әнде жүрген өнерпаздардың барлығы да қарыздар деп білеміз. Біз енді Абайдың ақын шәкірті, әнші шәкірті, Абайдың үлкен сынынан өткен Әсет Найманбаевтың Қоңырқаз деген әнін республикалық конкурстардың лауреаты Қайрат Қамидолдың орындауында тыңдай қабыл алыңыздар. Қоңырқаз көл жағалай қалқылдағалы, кезіліп көлгөй болып саңқылдаған әл салыса Қоңырқаздың әніне сал көтеріп көңілімді көкке серпіп ақауисың Қоңырқаз бен Шахибаз айтқанмен таусылмайды Қоңырқаз көл жағалай ұшқан өрлеп салғандай түрлендіріп әннен өрнек көңілде басылық оятқанды әнге сал әнге сал Қоңырқаздай саңқылдаған ақауисың Қоңырқаз бен Шахибаз айтқанмен таусылмайды көңілді Біз енді Абайды айтқан кезде Абайдың айналасындағы ақын шәкірттерінен айналып өте алмаймыз. Өйткені Абай сол ақын шәкірттерменен, әншілерменен толыға түседі деп ойлаймыз. Сондықтан да Абайдың айналасындағы ең бірінші өзінің төл шәкірттері болған, өзінің немерелес бауырлары, кешегі Шәкәрім, Мұхамеджан, немере ағасының баласы Майбасар, өзінің ұлы Ақылбай, Әбіш, Мағауиялар, өзінің балалары. Олардан бөлек Абай бабамыздың шәкіртіміз деп өзінің замандас, өзінің достары Көкбай Жанатайұлы, сонымен бірге Шұбартауда басына үс түсіп, ағайын туысқандардың ортасында теперіш көрген Уәйіс Шондыбайұлы. Осындай ақын шәкірттерін біз Абайдың үлкен тәрбиесін көріп, кейінге
шығармашылық үлкен мықты биік деңгейдегі әндер қалдырды деп айдаламыз. Сол ақын шәкірттерінің ішіндегі өзінің жаңағы Құдайберді ағасынан тараған Абайдың үлкен тәрбиесін көрген, Абайдың ақыл насихаты менен шетелдегі әлемдік үлкен кітапханаларды аралап, ғылымның үлкен жолына түскен, сонымен бірге өлеңде де, әнде де өзіндік сара жолын салып кеткен, әлі зерттеуге кенжелеп қалып отырған, мынау зерттеуді талап ететұғын өнер зерттеушілерінің, ақындардың зерттеуінің әлі қаламы дұрыс бара қоймаған адамның бірі ол Шәкәрім Құдайберді ұлы. Шәкәрімнің де артына қалдырған әнде де, өлеңде де мол мұрасы жеткілікті. Біз енді Шәкәрімнің әндерін білгенімізде осы Әміре Қашаубай атындағы филармонияда өмір бойы өнерін арнаған ол Келденбай Өлмесеков біздің осы филармонияда өмір бойы қызмет жасап, Қазақстанның түкпір-түкпірін совет уақыты кезінде одақтың біраз жерлерін аралаған әнші ағамыз, ұстазымыз болды. Енді сол Шәкәрімнің әндерін кейінгі толқын інілері сол Келденбай ағамыздың аузынан үйреніп, алдында дүзетіп, қазіргі уақытта біздің филармониямыздың концерттерінде халыққа ұсынып жүрген жайы бар. Олай болатын болса, республикалық конкурстардың лауреаты, кеше ғана осы біздің филармония өткізген Әміре Қашаубай атындағы онлайн конкурстың лауреаты Жасұлан Тәжиевтің орындауында Шәкәрімнің әні «Бұлан бұрынғы әннен өзгерек» әнін қабыл алыңыздар. Қайғысыз ғамсыз күндерім сайран, сауықты рахат түндерім, сендерден не пайда? Асқан алпыстан мынау жасамыз, қашқан кәрліктен ғарып басымыз, қаларсың қай сайда? Ноқталы бас ағызып жас қызу созмас желіксіз, хаққа көніп жалын сөніп көрге төніп ерексіз. Хаққа көніп жалын сөніп көрге төніп ерексіз. Әміре Қашаубаевтың 90 жылдығына байланысты көптеген сол әміременен істес болған, әміременен өнерде әріптес болған, көзін көрген аға апайларымыздың, ата апаларымыздың көптеген естеліктерін көз шалып, көз сүзгізіп өткіздім. Мен соның ішінде
Балабегүлі бісміллә деген әнші болған, Әміре мен Иса Байзақтың шәкірті болып қасында қол баласы сияқты көп жүрген. Сол бісміллә Балабеков айтады, әкем мені көріп кетуге Семейге келді дейді. Әміренің үйіне бардық. Әміре тұра салып, әкеммен бас салып құшақтасып амандасты дейді. Соны Әміре айтты дейді, сізді қоянды да күндізде түнде де бірнеше көріп, әніңізді есітіп, базар сыртында сізден қанапия менен сіметті үйреніп едім дейді. Сонда жаңағы Балабек әнші, Әміремісің, жаста болсаң, әндерің ұнап, 8 аяқ әнін үйреніп, елге апарып жайып едім дейді. Бұл Балабектің жаңағы ұлы бісміллә әншінің Әміре менен жаңағы әкесі Балабектің кездесуіндегі болған диалогты бізге жеткізгені. Яғни Әміренің орындауындағы 8 аяқты Балабек әнші қоянды жәрмеңкесінде есітіп, үйреніп, сол әнді еліне апарып жаяды. Біз енді көбінесе осы Әміренің орындауындағы Жарқын Шәкәрім тапқан 7 әнменен шектеліп жүрміз ғой. Болмаса Әміренің сол 90 жылдығына байланышты естелік айтқан әншілердің барлығы да Әміре Парижге барып келгенге дейін 80-90 ән менің репертуарында бар деген екен. Бір кісінің жаңағы естелігінде. Яғни Әміре Парижге бармай тұрып, өзінің репертуарында 80-90 ән, енді ол бер жағы шығар деп ойлаймын. Оның ішінде халық әндері көлеңкеде қалып қалуы мүмкін. Әміре өз заманында гармонды өте шебер орындаған, сонымен бірге татардың жырларын татарлармен айтысып отырып, татарша әнді керемет жақсы білген әншілердің бірі. Мен енді бұл әңгімені қайдан айтып отырмын? Бұл әні 8 аяқты Әміренің орындауында еліне барып таратқан Балабек әнші. Яғни Абайдың айналасындағы ақын шәкірттерінің, әншілерінің барлығында Әміре білді деп ойлаймын. Сондықтан Шәкәрімнің қаншама әндерін білген бізге енді дерек жеткен жоқ. Дегенмен Шәкәрімнің әндерін Әміре айтты ма деген ойда отырмын. Енді Әміренің сонау Парижде айтқан әндерінің бірі ол «Үш дос» деп аталады. Ол «Үш дос» деп айтылған әні қазіргі уақытта ол Уәйіс Шондыбайұлының «Перуайым» деген әні деп бізге жетті. Қос барабан дейді. Қос барабан деген боз қараған деген тағы да Уәйістің әні. Енді Уәйіс бабамыздың әндерінде Әміре айтқан, және айтқанда біз ойлап жүретінбіз, Әміре осы Уәйістің әндерін, Абайдың айналасында ақын шәкірттерінің әндерінің барлығында Әлмағамбеттен ғана үйренді екен деп, кейіннен бір дерек шықты. Әміре Уәйісті көрген, Көкбайды көрген, Уәйістің өз аузынан осы Перуайым және боз қарағанда үйренді деп. Енді мен сол жаңағы Уәйіс бабамыздың Перуайым Әміренің репертуарында «Үш дос» деген ән, сол әнді сіздерге орындап берейін, қабыл алыңыздар. түсі дау, сізі дойласам сарруау, өзімнің тұсымдағың шолпаныммен жатпенен кеттің жырақ не қылау. Адитім ай 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 адитім ай 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 адитім ай ай адидадай ай адидадидадо қаладым ай.
degenge pervayımı pervayımı tolğimen didarında görgün sağ özün beni kosulalım ayı armandamın aman bol kayda жүрсөң kal hata Aditim ay 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 aditim ay 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 aditim ay ay adida dida day ay adida dida do ganadım ay Qoyanды жәрмеңкесі деп отырмыз. Qoyanды жәрмеңкесінде Әміре бабамыз сол уақытта көздері тірі Естай менен, Майра менен, Қали Байжановтар менен, Мәди менен және Жаяу Мұса менен жүздескен. Солардың өз аузынан осы әндерді естіген жаңағы қояндының сыртында Балабектен Қанапи енеміз Сметті үйренген сияқты Жаяу Мұсадан да Жаяу Мұсаның өзінің репертуарындағы әндердің барлығын үйренген. Естайдың қорланын айтқан, Майраның әнін айтқан, Мәдидің әндерін өз аузынан естіген, Балуан Шолақты көрген, өз заманында Өкілі Бірайды көрген. Соның барлығы да бізге мінекей осы жылы Әміре Қояндыға барды, осындай әншілерменен кездесті, осындай әндер үйренді деген деректер бізде жоқ дегенмен өзіміздің жаңағы көңіл жүйрік қой. Жүйрік көңілімізбенен долбарлаймыз, мөлшерлейміз. Сол Қоянды жәрмеңкесіне барған кезде, сол Қоянды жәрмеңкесінде жиналған оңтүстік, солтүстік, батыс пенен шығыстың әншілері, арқа әншілерінің барлығы бас қосқан жерде Әміре талай әндерді шәкірт ретінде өзінің репертуарына қосқан, жаңағы 80-90 ән деген негізгі бастауы сол жерден алынған шығар деп ойлаймыз. Сондықтан Жаяу Мұса, кешегі Естай, Балуан Шолақ, Мәдилердің алдын көріп, соларға әнін тыңдатып, дауысын сынатып, сонымен бірге соларының әндерін өз аузынан үйренген Әміре бабамыз Жаяу Мұсаның барлық әндерін орындаған шығар деп ойлаймыз. Жаяу Мұсадан баталғаны белгілі. Олай болса біз Жаяу Мұсаның Көк аршын деген әнін республикалық конкурстардың лауреаты Нұриден Иманбаев әншінің орындауында сіздерге ұсынайық, қабыл алыңыздар. Аршын әнеркесі баппен айтсам бір жігіт не болады ау серттен тайса әм болмас көк аршындай қайда барысы әм білем деген адам шынын айтса Ürüdadaydı, ürüdavdaydım, ürüdavdaydım, ürüdavdaydım. Al göğerşin көңіліме қонған әнім сүйеді сұлу әндай менің жаным айғайлап жүз құбылтып шырқағанда кетеді бойым балқып қызып қаным үридадайды үридавдайдым үридавдайдым үридавдайдым
Алдарыңыздан айтқан Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Нұриден Иманбаев. Кешіміз ары қарай жалғастырайық. Қазіргі уақыттың өзінде еңбек деген баладан еңкейген кәріге дейін жақсы білетін әндердің бірі ол Ақан серінің әні Балғадиша. Балғадиша әні 1925 жылы Әміренің орындауында Парижде жиналған әлемдік көрмеде париждықтардың, француздардың алдында шырқалған, әлем халықтар жиналған жерде қаншама халықтардың, ұлттардың алдында шырқалған әндердің бірі. Қазіргі уақытта эстрадаға бейімделіп бауырларымыз орындап жүр. Бұл Балғадиша деген ән өте орындалуы кез келген адамға икемді, әрі жеңіл, сөзде сондай тартымды, ерекше әндердің бірі. Біздің Ақан сері бабамыздан бізге жеткен 20-ның үстінде әндер бар. Солардың ішіндегі жиі орындалатын әндердің бірі осы Балғадиша. Балғадиша әнін сіздерге ұсынайық деп отырмыз. Осы Әміренің ән орындау стилінде, Әміренің вариантында республикалық конкурстардың лауреаты Бақытжан Түктібаевтың орындауында Балғадишаның қабыл алыңыздар. Дегенге Балғадиша, Балғадиша, бұралған беліңі нәзік, шіркін ай Талғадиша. Жиылған осы тойға қалың қыздың, ішінде қара басың, пашіркіні Қанғадиша. Қыз едің абырайдың Балғадиша, боларсың біздің сөзге қарағым Зарғадиша. Бұлаңда басау тайдай жүрген басың, боларсың қандай жанға қарағым Жарғадиша. Дегенге Балғадиша, Балғадиша, есілді өрлей біткен шіркін ай Талғадиша. Біремесек ай жеңгеңе келіп отыр, ұлықсат бізден сізге қарағым Барғадиша. Шіркін ай Барғадиша. Өуде. Біздің Әмірені әнші ретінде домбырамен сүйемелдеуінде ғана білетініміз анық. Болмаса Әміре 1925 жылы Парижге барып келгеннен кейін соның құрметіне осы Семей қаласында ол кезде Алаш қаласы деп аталған екен. Алаш қаласында 3 бөлімнен тұратын үлкен концерт ұйымдастырылған. Домбыра ұстай білген, жаңағы ән айта білген, күй тарта білген әнші өнерпаздардың Семей халқының ішіндегі барлығын жинап 3 бөлімнен концерт ұйымдастырған. 3 бөлімде де Әміре шығып ән айтқан. Бірінші бөлімде 3 ән айтқан, екінші бөлімде 3 ән айтқан, үшінші бөлімде 3 ән айтып кетіп қалайын дегенде халық жібермей қойған. 4-ші ән айтып енді кетейін десе тағы да жібермей қойған. Сонда Әміре дейді, қолындағы 3 шекті домбырасын көрсетіп, мінекей мына домбыраның бір шегі үзілді, енді қалай ән айтамын деп халықтан рұқсат сұраған екен. Яғни Әміре бабамыз тек қана домбыра тартпаған, біздің арқа мәдениетіндегі жаңағы қалақ домбыра, шоқпар домбыра дейміз, шабылған домбыра дейміз, сол сияқты біздің шығыс өңірінде 3 шекті домбыра кең тараған.
Үшшекті домбыраны Абай бабамыздың заманынан бері қарай әлі күнге дейін ұстап келе жатырмыз. Абайдың әндері, Шәкәрімнің әндерінің барлығы да осы үшшекті домбырамен орындалған. Кешегі әңгіменің басында айтқан Абайдың әндерін кең насихаттаған әншілердің бірі Әлмағамбетті осы үшшекті домбырамен ән айтқан. Осы естелікке қараған кезде Әміре де үшшекті домбырамен ән айтқан. Сонымен бірге Әміре бабамыз гармонды өтті шебер орындаған. Бір естелігінде көз көрген замандастары айтады, Әміренің орындағаны сияқты гармонды шебер орындаған гармоншыны көргенім жоқ дейді. Өйткені ол кісінің қолы кез келген әнді сүйемелдеуге келген кезде жаңағы клавиштің үстінде жүгірген кезде көзілеспейтін еді дейді. Және сол кездегі атағы шыққан гармоншыларменен бірігіп ән айтқан кезде өзінің жаңа гармонын қоя салып, сол гармоншыларға ілесіп айта берген дейді. Яғни ол кісінің музыкалық қабілеті өте жоғары болған. Фортепианомен де жаңағы басқа гармоншылар гармонмен сүйемелдесе де, басқа әншілер домбырамен сүйемелдесе де, қолда домбыра, қолда аспап болмаса, солардың аспабына ілесіп әнді айта берген. Яғни осы гармоншылар дейміз, біздің Совет өкіметінен бері қарай қаншама сырнайшылар, гармоншылар, баяншылар өмір сүргенін білеміз. Соның ішіндегі Майра бабам, анамыздың да, апамыздың да гармонмен ән айтып алталашқа таныс болғанын білеміз. Жамбылдың ақын шәкірті ретінде Кенендердің заманында Нартай Бекежанұлының да гармонмен ән шырқап бүткіл одаққа белгілі болғанын білесіздер. Бүгін енді біздің ортамызда сол Нартай бабасының өнерін кең насихаттап жүрген әнші бауырымыз Әліби Қанифтің орындауында Нартайдың әнін бір тыңдап алсақ. Қолын алсын жаңғыртып аспан астына өңге салсын. Құбылтып тұйғыл жұтып еу шырқағанда шарықтақ түсік жерге даусым барсын. Көңілім қыран құстай еу аспандаған 17 үйір болдың жастанмаған. Ойыма біткен өнерім шыдатпады қаумалап. Әй келгеніңде достар маған игигай-оу, игигай-оу, игигай ақол достар маған Орылмас қайнар жолдан еу қаққан менен Ахауей, үстіне тау көтеріп артқан менен Омалып омандар яу тоқтап қалмас алдына көлденең белау тартқан менен Шерінің жатағын-ау аң жолайма көрінбей жасырын еу жатқан менен Бәрібір қалыбыңнан асалмайды-ау жауқазын ерте гүлін шашқан менен Белгілі қазағымның әй Нартайымын жаңғыртып әйяң қосатын аспан менен игигай-оу, игигай-оу, игигай ақоу аспан менен
ақыл аспан менен айбе. Мінекей, Нартайдың әнін тыңдадыңыздар. Нартай Қызылорда өңірінің тумасы болған. Қазіргі уақытта бізде Алматыда Құрманғазы атындағы үлкен консерватория оқу орны бар, Темірбек Жүгенов атындағы үлкен өнер академиямыз бар, сонымен бірге Астанада Шабыт өнер академиясы бар, университеті бар. Осындай үлкен оқу орындарында дәстүрлі ән музыка бөлімі деген бар. Соның ішінде дәстүрлі әншілердің ішінде арқа мектебін оқытатын бір мектеп бар деңіз, Батыс Қазақстан мектебін оқытатын екінші мектеп бар деңіз, және Қызылорда мектебін оқытатын үшінші мектеп бар. Сонымен бірге жаңағы Жетісу ән мектебін оқытатын төртінші мектеп бар. Қазір Алматыда бір қуанышты жаңалық, енді осындайда бөлісіп қойған дұрыс болатын шығар деп ойлаймыз. Биылғы жылдан бастап Алтай Тарбағатай әндерінің мектебі ашылды. Бұл да болса біздің өнерге қосылып жатқан үлкен үлес, бір үлкен жаңалық деп білеміз. Сондықтан осы Алтай Тарбағатай әндерінің үлкен мектебі ретінде заманда қалыптасқаны, одан аумалы төкпелі заманда ұмыт болып қалғаны белгілі. Қазір мінекей осы өнер зерттеушілерінің арқасында, осы ән зерттеушілерінің арқасында Алтай Тарбағатай ән мектебі ашылып, қатарға қосылып жатқанына шын жүректен қуанамыз. Енді жаңағы Қызылорда Сыр өңірінің маңырама жыр ән күйлері ол өз алдына мектеп. Сонымен бірге Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтау, Орал, Ақтөбе қалаларының мектебі ол бір бөлек, оның негізін қалаушы Мұхит Мералыұлы бабамыз. Енді Мұхиттың әндерін бізге жеткізген Жүсекеңнің інісі болған Жүсіпбек Елебектің қасында бірге жүрген, сол Батыс мектебін насихаттаған Ғарифолла Құрманғалиев. Бүгінгі біздің кешімізді ашқан Әміре Қашаубаев атындағы республикалық бірінші конкурстың лауреаты Бақыт Дүдербаева апамызды сол Ғарекеңнің шәкірті. Сонымен бірге біздің ортамызда Ғарекеңнің тағы да бір шәкірті бар. Бақытгүл Исаева, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі. Бақытгүл Исаеваның орындауында Батыс мектебінің Ақкірбез деген халық әнін тыңдай, қабыл алыңыздар. Мінген атым астында бұқпау қараңақай, ақ бетіңе шаң тисай, аққа қараңайдау еңкәрі жан. Деңгейінен аулаңнан ән солайын ақай, танымасаң даусымдай шықта қараңайдау еңкәрі жан. Беті келіп елден боз, уағдай едау айтқан сөз, айрылысар күн тудай, қош есен болайда, аяқ кербез, аяқ кербез. Айналайын қарағым, қиялған қасақай, сен ойласан көзім ай, келеді жасақай, еңкәрі жан. Өзің арнап бір хаттай, жіберейін ақай, саған ғанда оқыда, бауырыңа басайда, еңкәрі жан. Беті келіп елден боз, уағдай едау айтқан сөз, айрылысар күн тудай, қош есен болайда, аяқ кербез, аяқ кербез. Шіркін. Ғарекеңнің алдында ағасы болған жаңағы Жүсіпбек Елебеков. Жүсіпбек Елебеков өзіне ұстаз тұтқан адам ол Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаевтың шәкіртімін деп мақтанатын адамдар көп болған өз заманда.
әміреден бір-екі үйреніп, әміренің шәкіртімін деп өмір бойы мақтанып өткен адамдар жеткілікті. Солардың ішіндегі әміреден көп әндер үйренген, әміренің сүйікті шәкірті, әрі досы сияқты сырласқан, мұңдасқан, өмірдегі қиын жағдайларда басында өткен, әміреден тікелей қолдау алған әншілердің бірі ол Манарбек Ержанов. Манарбек Ержанов Балқаш өңірінің тумасы, Қарағанды облысы, Балқаш өңірі. Алматыға барып, Алматыда өнерін алғаш халыққа кең таныстыра бастаған кезде осы әміренің шәкірті болып, әміренің қасына ерген, әміре өте қатты жақсы көрген. Манарбектің тікелей, әміренің тікелей қамқорлығыменен көптеген сахналарда ән айтқан. Сонымен бірге әміренің өз аузынан үйренген әндерім деп көптеген әндердің тізімін қалдырады. Соның ішінде жаңағы Парижде орындалған әндердің бірі Перуайым, Смет, Қорлан, Жалғыз Арша, осындай керемет әндердің барлығында тікелей мен әміренің өз аузынан үйрендім дейді. Әміренің бізге мысалға Қорланда айтқан записі жеткен жоқ, үнтаспасы жеткен жоқ, бірақ Қорланда да әміренің тікелей өз аузынан үйрендім деп жазады. Яғни Манарбек Ержановтың қазіргі бізге жеткен үнтаспаларының барлығын тыңдап қарайтұғын болсақ, соның ішіндегі шоқтығы биік керемет әндер, Жарылғапбердінің Ардағы, Перуайым, Аққайың, осы Қорлан, Смет, Қысмет сияқты әндердің барлығында әміренің тікелей үйретуіменен бізге жеткізген осы Манарбек Ержанов. Манарбек Ержанов тек қана әнші болмаған, ол кісі керемет күйші болған. Артында 10-нан асамын 20 шақты күй қалдырған, мықты күйші болған. Сонымен бірге ол кісі керемет әндер қалдырған, композитор ретінде танимыз. Сонымен бірге ең алғаш ашылған Алматыдағы театрда актер болып ойнаған әміренің ізбасары. Біз енді 1931 жылы Манарбекті өкімет арнайы осы Шығыс Қазақстан өңіріндегі Риддер қаласына, Риддердағы халық театрын көтеруге жіберген екен. Сонда қызмет жасап, Риддерде жұмысшылардың алдында керемет қошеметке ие болған. Сол жердегі орындаған әндерінің бірі, халықтың керемет қошеметіне ие болған әндердің бірі, ол әміренің өз аузынан үйренген Смет, халық әні Смет. Осы әнді республикалық конкурстардың лауреаты Айнұр Әбілқасымованың орындауында тыңдаңыздар. Be
терең жарта соу арасынан. Көк балыға жарқылдаған болат сүймен, от шығады соққанда жартасынан. Әдидәй, 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 әдидәй. Хаулилалау, халалалилалилалау, халалалилалау. Хаулилалау, халилалилалау, әдидәй, 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 әдидәй. 1936 жылы Қазақстанның Москвада өткен 10 күндігінде 3 адам халықты таңғалдырды дейді. Қазақстаннан барған. Оның бірі біріншісі Күләш Байсейітова, екіншісі Құрманбек Жандарбеков, үшіншісі Манарбек Ержанов дейді. Манарбек ән айтқан кезде, Ахмет Жуанов айтады, Манарбек ән айтқан кезде қазақтың жалпы осы Ресейдің үлкен өнердің зерттеушісі профессор Асафьев айтты дейді. Мына әнші қазақтың кең даласын Москваның сахнасына сыйғызып жіберді ғой деп. Манарбек Ержановтың дауысын көп адамдар мысалы салыстырған кезде Әміреге жете қабыл етті дейді. Манарбекті тыңдаған Жанбек Кәрменов бала кезінде мынандай сұлу, мынандай тұнық, мынандай мөлдір, мынандай биік дауысты өмірімде бірінші рет естідім дейді. Ең жаңағы таудың етегінде кешкі уақытта концерт берген халықтың ең соңында отырған Жанбек Кәрменов Манарбек ән айтқан кезде, 5-6 ән айтқан кезде жылжып Манарбектің алдына келген ғой. Сонда Манарбек 5-6 ән айтқаннан кейін алдына келіп, ауыз ашылып кеткен Жанбекке, "Ай бала, аузыңды жап, шыбын кіреді" деген екен. Сондай дауысы өте тұнық болған, сондай өте биік болған Манарбек бабамыз таза Әміренің төл шәкірті деп саналатын адамдардың бірі. Өйткені актерлық жағынан да, әншілік жағынан да, дауыстың таза мөлдір биіктік жағынан да осы Әміреге жете қабыл әншілердің бірі деп білеміз. Одан кейін паровоз деген керемет ән бар. Жаңа 31 жылы Риддерға келді дедік қой, сол кезде ең алғаш пойызға отырған екен Манарбек бабамыз. Сонда жаңа заманның, жаңа техникасының күш қуатына таң қалып, соның дыбысына лайықтап паровоз әні шығарған. Паровоз әні біздің Семей өңіріне, Семей Шығыс Қазақстан өңірінің тыңдармандарына өте құлақтарына сіңген ән деп білеміз. Өйткені паровозды осы Әміре Қашаубаев атындағы филармонияда өмір бойы жұмыс істеген Қазақстанның республикалық жаңағы еңбек сіңірген қайраткері, еңбек сіңірген әртісі Мәдениет Ешекеев ағамыз сол кісінің репертуарынан берік орын алған әндердің бірі ол паровоз болатұғын. Сол Манарбектің әні. Манарбектің әндері деген кезде Манарбектің әндерінің сөздерінің Манарбек бабамыз өзі жазбаған, яғни ақындарға жаздырған. Паровоз әнін айтқан кезде біз міндетті түрде осы паровоздың сөзін жазған Әбділда Тәжібаевты қоса айтуымыз керек. Олай болса, Әбділда Тәжібаевтың сөзіне жазылған Манарбек Ержановтың әні паровоз орындайтын филармониямыздың әншісі Қайрат Хамидолдин. Қабыл алыңыздар. Бастағым мәшиді сылайым қолыдан қолына алау путепкесін берген маған. Сондықтан неләліп лаяу
жырайлалам даусымда естіртемін аңқылдаған айналам жайнаған алтын таң әмірін темір нарқым орындаған аумаған ауыспаған құрыштабын зырқырап жүзің қағу жетегімді әнімдау естірте бұл ақылдаған әнімдау естірте бұл ақылдағалы арқыра суылда жарқыра өндірті артылтай аянбаймын халқымнан айрылмаймын халқымнан кеммеймін күн сайын жүзін бағым тартудан құлаштаймын алысқа кеммеймін жарыстан рельс беріп жол ашып табыстардан табысқа паровоз арқыра суылда жарқыра өндірті артылтай Беу, қазақ халқы мақтан жетер асыл мұра, ол рухани жәдігерліктің ішінде ғасырлар сүзісінен өткен, бүгінге жеткен көл көсір жауһары ән қазынасы. Қазақ әні қазақ жанының ғасырлар көшінен шаң баспаған сырлы айнасы, халық рухының ақылымнан тіл қатқан тірі куәгерлері. Сол халық әндері, халық композиторларының әндерін бізге жеткізген, Әміре Қашаубаев атындағы филармонияға халық үшін өмірін арнаған біраз тұлғалардың атын айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Халық артистері Мәдениет Ешекеев, Болат Сыбанов, Дауыл Хайруллин, алдарыңыздан шыққан Бақыт Өдербаев апамыз, сәби болғым келеді менен халықтың жадында қалған Тұрсынғазы Рахимов, Рахымғали Ноғайбаев, Оразғали Сейітқазы, сонымен бірге композиторлар Жолан Дәстенов, Төлеген Мұхамеджанов, Айтмұхамбет Бейсенбеков, шәкәрім әндерін насихаттап өткен Келденбай Өлмесеков, эстрада менен операны бірдей алып жүрген Роза Байдалина, қаншама адамдардың тізімін атап өтуге болады. Сол аға апаларымыздың заңды ізін жалғастырушы бүгін сахнада отырған замандастарымыз адам баласының аңсар мұратын, қайғы-мұң, сағыныш шерін, өзек өртер өкініші мен жарқын үмітін, қуаныш, шаттығын, сан алуан сезім күй, жан әлемі өрнектеп, формалық, мазмұндық тұрғыдан кемеліне келе түрлендіріп, биік кәсіби өнерге жеткізген, осы біздің ән өнерін, күйін насихаттап жүрген филармонияның артистеріне мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңыз табысты, жемісті болуына шын жүректен алғыс айтамыз. Абай айтады, туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірерденең дейді. Олай болса, әнмен әдіптеліп, күймен көркемделген біздің өміріміз әр уақытта сәнді де мәнді болуына шын жүректен тілектеспіз. Біздің маусымдық және 75-ші асылу концертіміз онлайн өтіп жатыр. Алдағы уақытта филармонияның басқа да ұжымдарының өнеріне куәгер боласыздар. Біз енді келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Осы жерде концертімізді аяқтаймыз. Амандықпен, жақсылықта, ел аман жұрт тынышта кездесуге Алла нәсіп етсін.